Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға достар. Бүгінгі сұрақ: неге такси арзандап кетті? Бұрынғыдай табыс жоқ. Неге табыс та арзан, коэффициенті жоқ, мынау апарсаң копейкаға апарасын, сондай болып кетті. Бұрын қиналмай, 2 жыл 3 жыл бұрын қиналмай 40-50 мың табатын еді. Қазір қиналып табасың 40-50 мың теңгені. Қазірдің өзінде мысалы мен 12 мың таптым 2-3 сағатта, бірақ машинамды тидіріп алдым біреуге. Енді оның машинасын жөндеп беріп жатырмын, білмеймін қанша болады. Сосын өзімдікі бампер краш десем 50 мың теңге болады. Екі жерінен сынған, 50 мың теңге болады. Сонда қараңыздар, мен енді 2-3 күн тегін істеймін. Енді оны қоя тұрайық. Мен тақырыбым, бүгінгі тақырып: не үшін такси арзандап кетті? 2-3 себеп бар. Біріншісі, барлығымыз білеміз, қазір жүргізушілер өте көп, таксистер. Яғни арендаға беретіндер де көп. Оны алып мініп жатып 18 жасынан бастап 50 жасқа дейін таксовать етіп жүрген адамдар көп. Біреу жұмысынан айырылып қалды, біреу инвалид болып қалды, біреуі уақытша жұмысы жоқ, біреуі сол таксині жақсы көреді, біреу табыс жақсы деп ойлайды. Сонымен барлығы таксовать етіп жүр. Кредитке алып алғандар көп, арендаға бергенше өзім алайын дейді да, өзі алып жұмыс істеп жатқандар көп. Ол біріншісі. Екіншісі, кінәлі біз өзіміз. Не үшін? Біз себебі жұмысқа шығамызда таңертеңнен кешке дейін мынандай водитель линияда болғанда да пылесос барлығын алады. Мен бұрыннан айтам, заказ қабылдадыңыздар ма, линиядан шығасыздар, жеткеннен кейін жақсы заказдарды аласыздар. Немесе кішкене ары жылжысаңыз, немесе бері жылжысаңыз, коэффициент бар жерге барасыз, сонымен коэффициентпен аласыз, сол кезде қымбат болады. Ал біздікілер не істейді? Жоқ, линияға шығып алады, барлық тарифті қосады, бұл жүреді. Комфорт плюс па? Комфорт плюс 2 тариф қосылу керек, эконом вообще қажет жоқ. Комфорт па? Комфорттың өзі жетеді, эконом қажет жоқ. Эконом баста ортады. Экономда да жақсы табуға болады, бірақ попутчиктер, кейбір экономның адамдары басты қатта ортады. Комфорт болатын болса, комфорттың өзінде, комфорт плюске кіретін болса, комфорт плюс комфорт, бизнеске кіретін болса, бизнес комфорт плюс, премьерге кіретін болса, премьер бизнес. Енді кейбіреулер бар, премьерге кіретін машинамен тек қана премьер ұрады. Енді білмеймін, мен оны онша түсіне бермеймін. Или аккаунт үйрету керек па? Кейбіреулер айтады, аккаунт үйретіп жұмыс істей беруге болады дейді. Солай істеуге болады, бірақ бағанағы айтқандай линиядан шығып кетіп отыру керек. Әсіресе мынау эконом, комфорт плюс 3 тариф. Бизнес премьерге ондай қатысы жоқ. Себебі оларды итак заказ аз. Осы 3 тариф линиядан шығып отыру керек. Мысалы, бір тапсырысты алдыңыз, бара жатырсыз, баратын жеріңізде коэффициент жоқ. 1-2 километр ары қарай, мысалы, коэффициент күшті жанып тұр. Жоқ дегенде 500-700 теңгемен аласыз коэффициентпен. Жоқ, біздікілер не істейді? Линиямен отыра береді, заказ үстімен қабылда. Ол күшті болды. Келесі заказ 400 теңге, 500 теңге ғана қалады. Мен бүгін мысалы жұмыс істедім. Келесі видеода көресіздер, видео түсіріп қойдым. Қалай коэффициентпен алу керек, не істеу керек, не үшін линиядан шығу керек деген барлық видео бар. Ол осы видеодан кейін шығады. 2 күннен кейін ба. Егер сіз бұны мен видео шығарғаннан кейін 2-3 күннен кейін көріп отырсаңыздар, уже ол видео шығып қойды. Енді бағанадай алмау керек. Енді не үшін олай? Кейбіреулер айтады, давайте бойкот жасайық, 2-3 сағат жұмысқа шықпай қояқ, 2 күн жұмысқа шықпай қояқ, 2 күн жұмысқа шықпай қояқ, 3 күн жұмысқа шықпайық, сол кезде не істейді деп. Жоқ, барлығының кредиті бар, барлығы линияда жүреді. Жоқ дегенде біреулер арендада жүр. Мысалы, арендатор оны түсінбейді, машина беріп қойған адам, бойкотыңды білмеймін, аренданың ақшасын бер дейді. Мысалы да. Сосын жоқ, мен жұмыс істеуім керек дейді да, ол шығады. Сосын сол күні кредит төлейтін адам бар, сол күні дәрісін алатын адам бар, сол күні сүт нанын алатын адам бар. Олар бойкот жасамайды. Енді бойкот пайдасы жоқ. Сондай үлкен компания біздің 5-6 адамның дегеніне тыңдамайды да, бір жеріне де ілмейді. Сол үшін бойкоттың қажеті жоқ. Ол үшін барлығы бір жүйені қолданса,
мысалы заказ қабылданма болды, линиядан шығып қой. Егер коэффициент вообще жоқ па, барлық адам коэффициент жоқ кезде шығып кететін болса, коэффициент сразу жанады. Сосын коэффициент бар кезде 200, 300, 500, 700. Мысалы мына жерде кішкене нашар жанып тұр ма, 2 километр ары қарай күшті жанып тұр ма, сол жерге бару керек. Сол жерден алу керек. Сол кезде Яндекс ойлайды. Онда значит, мынау жүргізушілер төмен бағаға істегісі келмейді. Онда біз коэффициентті көтерейік дейді. Сосын көтеріп қояды. Сонда бізге коэффициентпен түседі. Өздеріңіз ойлаңыздар, мысалы сізде бір бизнес бар дейік, сіз оған 10 жұмысшыны алуыңыз керек, немесе 10 жұмысшыңыз бар деп ойлаңыз. Сол 10 жұмысшының сыртында тағы бір 20 адам очередьте тұрса, сіз айтасыз 10 жұмысшыға, давайте, айлықтарың 200 мың ба, что-то жұмыс болмай жатыр, 180-нен істеңдер дейсің. Сосын 180-нен істей береді. Сіз көтермейсің ғой, 200-250-ге көтермейсің. И так 200 мыңға, 180 мыңға келісіп адам істеп жатыр. Ол істемеймін десе, далада очередьте тұр адамдар. Мен істеймін, ол істемесе деп. Сол үшін көтерілмейді ол баға, айлық. Себебі ол жұмысқа адам жеткілікті. Адам соған не деп айтсақ болады? Все болды, сол 200 мың жетеді, мен істей берем деген сияқты. Мынау Яндексте де солай, мынау не істейміз ғой, болды, 600 теңге болса 600 теңге апара берем десең, ол Яндекс айтады, болды, істеп отыр ғой, бұны зачем көтеріп ақшаны, таксini зачем ақшасын көтеріп істей берсін, болды, 500 теңге 600 теңгеге дейді. Егер барлық адам Яндекстен шығып кетті, қана коэффициент көтерілгенде қосылатын болса, Яндекс бірдей қосылып тұрады. Міне Москвада жұмыс істеп жүргендер болса, оны білет, істегендер болса, барып көргендер болса, Москваның барлық жерінде коэффициент всегда бар коэффициент. Сол үшін солай істеу керек, линиядан шығу керек. Тағы бір мысал келтірейін, олай болмайды ғой дейтіндерге. Болады, мысалы, жұма күнді алайық, мысалы, кеше. Жұма күні сағат 12-ден 2-ге дейін коэффициентті көріңіздер, кәдімгідей көтеріледі. Ол жерде, мысалы, таксистердің қаншама ғана пайызы ғана барып намаз оқиды. Шын айтайын мен сіздерге. Сол намаз оқуға кеткен кезде коэффициент көтеріледі, таксистер азайып кетеді. Көрдіңіздер ма? Сондай коэффициент көтеруге адам өзіміз, мысалы, өз қолымызда тұрған нәрсе, оны жасауға болады. 500 теңгеге апара бермей, кішкене ары қарай барып, 1000 теңге коэффициентпен алсаңыз, 2000, 2,5 мыңға барасыз. Сол дұрыс па? Бір күнде 50-60 адам көрген дұрыс па? Или 2000-3000 теңгеліктен жоқ дегенде 1500-1000-тан бір 20-30 адам ғана көрген дұрыс па? Есіңіз бір күнде 50-60 рет ашылғанды дұрыс па? Немесе 20-30 рет ашылғанды дұрыс па дегенде ғой. Яндекс, егер біз осылай жұмыс істей беретін болсақ, айтады, жүргізушілер осыған көніп тұр, осы айлық оларға жетеді, давайте істей берсін, көтермей ақ қойыңдар дейді. Дұрыс ол. Бағанағы айтқанда, егер сіздің бизнесіңіз болып, сіздің жұмысшыларыңыз сол жұмыс берген айлығыңызға көніп жұмыс істей берсе, және сыртта ол істемесе, мен істеймін деген адамдар тұра берсе, сіз айлықты ешқашан көтермейсіз. Егер де сол 10 жұмысшы келіп, болды, біз жұмыс істемейміз, 200 мың айлық аз біздің жұмысқа, біздің еңбекке жарамайды 200 мың теңге, давайте 250 мың теңге көтер деп, 5-еу шығып кетіп, сізде жұмысшы 5-еу ғана қалып, алған заказдарыңызға немесе алға қойған мақсаттарыңызға жетіп үлгермесеңіз, заказдарды шығарып үлгермесеңіз, сіз аналарға айтасыз, болды, барлығыңа 250 мыңға көтерем айлықты, келіңдер, жұмыс істеңдер дейсіз. Дұрыс па? Сол сияқты Яндексте егер барлық адам линиядан шығып кетіп отыратын болса, ойлайды, значит, мынау жүргізушілер мынау апарып жатқан сомаға қарсы, енді көтерейік дейді. Астанада немене мынау бұрын 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын 40 мың, 50 мың теңгені жай табатын едік. Қарағандыда мен 2 жыл бұрын ба, 3 жыл бұрын, 3,5 жыл бұрын қызым туылатын кезде 22 жазда, 22 жыл жазда мен 3 ай жұмыс істедім, 950 мың, 1 миллион көрсеткем сол кезде Қарағандыда.
72-68 таңғы 6-тан түнгі 12-ге дейін обедке ғана тоқтаймын. Обедтен кейін шығып жарты сағат демалам, ұйықтаймын обязательно. Қайтадан түнгі 12-ге дейін. Солай Қарағандыда 3 ай жұмыс істегем. Ол кезде бонус бар еді. Барлығы жұмыс істейтін еді. Солай бонусты алып тастады. Жұмыс таксистер азайып кетті. Сол сияқты бұрын табыс күшті еді, ал қазір өте нашар. Оның бағанағы біріншісі таксистердің көбейгені, ол мейлі таксистер көбейсе де, бағандай линиядан шығып кетіп, коэффициент жоқ болса, заказ апармайым деп отыра беретін болса, коэффициент міндетті түрде көтеріледі. Егер оны барлық адам қолданатын болса, жоқ анау, мен 500 теңгеге алып кете берем, 600 теңгеге алып кете берем деп істейтін адамдар шығады ғой. Солар істей беретін болса, сол айлығын қашанына, мысалы мен қазір 12 мың теңге істедім, минус 70 мың теңгеге кірдім. Оларда да дәл сондай риск бар. Такси айтады ғой, такси оңай, күніне 40-50 мың табасын, машинада отырасын, офиста отырмайсың, ешкіммен істемейсің, бастығың жоқ дейді. Эконом пассажирлердің барлығы бастық саған. Сол үшін ойланыңыздар, ақшаны дұрыстап табу керек, және өз еңбегімізді бағалауымыз керек. Мысалы, қазір без коэффициент осы жерден вокзалдан Лейбекке 1500-ға баратын болсам, мен шықпайым деп отыра беретін болсам, оны 2,5 мыңға көтереді, 3 мыңға көтереді. Міндетті түрде көтереді, егер таксист жоқ болса, барлығы линиядан шығатын болса. Линиядан шығады, коэффициент көтеріледі, қабылдайсың, линиядан шықпайсың, қайтадан кетесің. Тастайсың, отыра бересің. Тағы шығады, тағы 2,5 мың, 3 мыңға апарасың. Хотя бы жақын расстояние болса, 800-900 мың теңгеге апарасың. Жақын болса. Сол үшін осы таксистердің тарифтер, яғни тарифтер не үшін арзандап кетті деген сұрақ дәл осы болады. Сайкоттың қажеті жоқ. Дәл осы жүйені қолданатын болсақ, барлығымыз келісіп, оны Яндексті бұлай көтеріп алуға болады. Тағы бір дәлел, таңертең, мысалы, коэффициент неге таңертең көтеріледі? Жайдан жай көтерілмейді. Таксистердің тапшылығынан көтеріледі. Не үшін? Таксистер линияда болмайды ешкім. Біреу садикке апарады, біреу жұмысына апарады, біреу таңертең ояна алмайды, таксистер аз болады. Сол үшін бұрынға қарағанда, мысалы, күндізге қарағанда таңертең кішкене көп адам заказды көп береді. Мысалы, күндіз 500 заказ болатын болса, мысалы, ал таңертең 600-650 болады. Бірақ таксист саны аз болады, сразу көтереді. Мысалы, 1000 теңгелік жерге 2000-2,5 мыңға алып барасыз. Кейде ұялып кетесіз ғой, қысқа жерге 2,5 мыңға апарған кезде. Сондай болады, егер өзіміз дұрыстап жұмыс істей алсақ. Достар, сол үшін осы видеоны барынша таксистерге таратсаңыздар, көрсе, білсе, өте жақсы болушы еді. Сонда тариф көтерілуші еді. Мен қазір жұмысқа шықтым, бұрынғыдай емес жұмыс, табыс өте нашар, жол жаман, бензин қымбат, жанармай қымбат, май ауыстыру қымбат, Эстоға барсаң қымбат, бана неге апарам, мен Эстоға апарам, кузовнойға, ол қымбат, барлығы қымбат, тек қана такси қымбаттамай жатыр. Не үшін? Себебі біз соған мәз болып жұмыс істеп жүрміз. Күніне 20 мың, 30 мың табып қанымызға. Бұрын 40 мың, 50 мың табатын едік. 3-4 жыл бұрында мен видеоларым бар, ютубта көрсеңіздер болады, 1-2 видеоларым. Соны бензин сол кезде 3 мыңға, көп болса 3,5 мыңға қоятын еді. Қазір 7-8 мыңға бензин қоямыз. Или газды есептемей қойып, 7-8 мыңға бензин қоямыз қазір. Ол май 2 есе қымбаттады, запчастар қымбаттады. Бұрын 30 мың теңге істейтін еді бір деталь, қазір 50 мың теңге. Ал такси 40 мың, 50 мың табу невозможно. Мағана біреу айтып кетті, бұрын 2010-да 10 мың теңге тауып, 5 мың теңгеге бір ящик корзина бар ғой, соны толтырып продукт алғам дейді. Қазір де сол 10 мыңға табасын дейді, 10 мыңға магазинге кіретін болсаң, бір пакетте толмайды, кішкентай пакет. Сол дұрыс айтады. Сол үшін барлығы өз қолымызда, достар. Дұрыс пайдаланайық.